Қайырлы күн көрермен. Бүгін 29 январь 2026 жыл. Мен есімім Өміртай, Ақжар селосының тұрғынымын. Мына Бегумс бағытында жұмыс жасаймын. Соны қысқы кезіндегі құртты қалай бағып атқанымды бір азғантай видеоға түсіріп жібергім келіп тұр. Мынау жылыжай, теплица дейміз ғой. Мынау сепаратор дейтін құрал, Бегумсты елейтін. Қазір мына теплицаға кірейік. Мынадай жарнама бар теплицаның алдында. Бегумстың бағалары жазылған. Мынау қалай өндіріледі, сол жөнінде жазылған, халыққа түсінікті болу үшін. Бисмилlah. Мынау сол жылыжай. Жерде Бегумстар бар, өлшеніп салу тұрған. Мыналар жылқының көбірлері, еселеп салып қоюға келген, күзде дайындап ферментациядан өткен көбірлер. Ал мына жерде мынау балықшыларыма сатып атқан құрт. Осының ішінде балықшыларға сатылып атқан құрт. Енді мына жерде мынау жауын құрты деген бар, өзіміздің местный құрт, жердің құрты. Соны өткенде күзде қазыба келіп асырап атқан бөлек. Ана калифорнийскийге қоспай өсіп жатыр. Мына көкін ұстап атқандары бар. Мынадай құрттар. Біздің жауын құрттар ана уже көкін ұстауға дайындалып жатыр. Мына келгенде цветі басқаша болып еді. Серый дейме, күлгін түс. Қазір мына көбірге жайылғасын, бұлардың түсі өзгерді. Міне құрт деген. Ал қозғасаң болды. Бәрі құрт. Жауын құрт, местный құрт. Енді мына жақта калифорнийский құрт өсіп жатыр. Мынау қазір уже жеп болды. Бұған не салу керек, көбір салу керек болып жатыр. Байқап отырсыздар ма? Көбірді, нені құртты. Бұл теплицаның іші жылы. Ненің борттағы температураны қарап тұрам. Нерде газ жанып тұр. Сосын нерде термометр бар. Сол салқын болғанда 5 градус көрсетеді. Жылы болғанда 10 градус көрсетеді. Сол 5 пен 10 градустың аралығында
көрсетіп тұр. Так. Мұны құрт. Иә. Мынаны көбірде жеп болып айналдырған уже неге. Балалап жатыр мына. Бүйгіміз айналдырған. Бұған енді күбір салуым керек, осы бір күннен қалдырмай. Уже бүйгіміз айналып тұр. Құрттар ашығып атқанға ұқсайды. Осылай мынау бүйгіміз жақында көбір сеуіп қойдым. Бана ішіндегі құрттар ашық қалмасын деп. Бұның ішінде де құрттар жұмыс жасап жатыр. Бұнда ертең май үйінге дейін жерлер дайын болады. Бүйгіміз айналдырады. Құрттар баршылық. Бұл бабында тұрған құрттар ғой, мен арасында банағыдай жем шашам, кебек деген жем. Ал солай мына теплицаның көрінісі. Осылай құртты бағам. Бүйгіміз айналдырады, оны желейм. Қалық тұтынады менен. Өзім зейнеткермін. Сосын бос отырмайын деп осындай бағытта жұмыс жасап жатырмын.